بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bауырлар, Мәмдәл Қырағат кітабының 2-ші томының дәрістері тоқтап қалды біраз уақыт. Наху адақ дәрістерін жасадық. Кейбір нәрселер түсініктірек болсын деп. Құдай қаласа осы 2-ші томның 2-ші дәрісінен бастап бүгін жасаймыз. Алла қаласа осы кітапты Мәмдәл Қырағат 2-ші ғана емес, 3-шінде бітіруге ниеттеміз, иншалла. Алла Тағала нәсіп еткей. 2-ші дәріс әд-дәрс ат-сани фил куттаб, бастауыш мектепте, бастауыш сыныпта. Хунайха сәл уақыт, аз ғана уақыт, тағзим құрметтеу, ұлықтау, бәдун деген бастау, бәдәә етістігі бар да, бәдәә ябдәу деген етістік. Әмрун іс, немесе әмара я'муру ол бұйыру, имла деген толтыру немесе жазу, интиха бітіру, заканчивать дейді, бітіру, аяқтау. Инсирафун кету, кәмә сияқты екеуі, сияқты деген мағына. Кәмә деген екеуі сияқты деген. Кәл ұстаз сияқты, кәттелмейді, жаңағы шәкірт сияқты деген сияқты. Арғарай. Енді сөйлемдер. Фи саати саминати сабахин даққал жарыс. Таңертең сағат 8-де звонок шырылдады дейді. Қоңырау шырылдады. Дақалат таламидатул куттаба. Шәкірттер мектепке кірдіреді. Бастауыш мектеп па? Куттаб деген бастауыш мектеп, бастауыш сынып, сондай бір мағынадағы нәрсе ғой. Ва ахада куллу вахидин минхум маканаху. Және де олардың әр қайсысы өз орнына, өзінің орнына олардан әрбірі отырды дейді. Ахада, яғни әр қайсысы өз орнын алып отырды деген мағына. Өз орнын алды, яғни өз орнына отырды. وكان بين هؤلاء فريد أيضا. وكان بين هؤلاء жаңағы мыналардың, жаңағы осы шәкірттердің арасында бар еді Фарид те бар еді деген. Фарид тоже бар еді. Тоже деген мағына ғой. Енді түсінікті болсын деп айтады. وبعد هنيهة دخل المعلم. Сәл уақыттан кейін, сәлден соң мұғалім кірді. فقامت التلامذة تعظيما له. Шәкірттер тұрды, оны, яғни мұғалімге құрмет көрсетіп, мұғалімді құрметтеп, немесе мұғалімді құрмет көрсетіп, шәкірттер тұрды дейді. Мұғалімді деген әжеде тағы жоқ, просто оған құрмет көрсетіп тұрды деп жатыр да. Яғни мұғалімге құрмет көрсетіп тұрды. Сумма буди ад-дарсу. Кейін басталды дәріс. Мен естеріңізде болса, фиал мынандай етістіктер екі түрлі болады. Етістіктер ырықсыздықты, қазақтарда бар ғой, қазақ тілінде ырықсыз етістік деген. Сол жақта фиал мәжһул деген болады да. Яғни бағана айтқан мынандай етістік бар да. Бәдәә ол бастау. Бастау деген етістік. Кәдімгі қарапайым етістік. Ал мынандай да етістік бар да. Бұл етістікті бұлай формаға кірсек деп атты, кіргізсек. Будиә. Мынау бастау болса, мынау басталу. Яғни басталды. Яғни бәдәә, будиә. Бұл жердегі не формула бар. Біріншісі домма, екіншісі кәсра, үшіншісі фатха болады. У-и-ә өкілетті. Кутиба, құриа, хуфиза, духила, футиха кете береді. Басталды, оқылды, ашылды, жабылды, жазылды, оқылды, жатталды деп ше. Солай. Сосын сабақ басталды дейді бұл айтқанда. Фақама ахаду таламидати. Және сосын шәкірттердің бірі тұрды да вақара дәрс әл-әмс. Кешегі дәрісті оқыды.
Сумма кейін қама ахару кейін басқасы тұрды. Фақара кама қара ал-аувал. Оқыды, біріншісі оқыған сияқты ол да оқыды дейді. Сумма қама ахару кейін тұрды басқа біреуі, яғни басқа бір шәкірт. Фақара сосын оқыды, бірінші шәкірттің оқыған сияқты оқыды дейді. Кешегі дәрісті. Сумма қама фаридун. Одан кейін Фарид тұрды орнынан. Фақара кама қара ал-аувалан. Алғашқы екеуі оқығаны сияқты оқыды Фарид. Тұрып дейді сосын. Сумма кейін амарал муаллиму, мұғалім бұйырды, әмір етті, тапсырды. Ан яхружа илал лауха. Тақтаға шығуын мұғалім бұйырды дейді. Амараху, мұғалім бұйырды оған. Ан яхружа, амараху ал-муаллиму ан яхружа. Мұғалім шығуын бұйырды тақтаға. Ва амла алейхи иддата сутур. Иддата сутур. Арғарай. Ва амла алейхи иддата сутур. Алейхи оған оқыды, яғни диктовать дейді. Оқу, оған оқыды бірнеше қатар текст оқыды дейді. Ва ба'да интиха'i дарси инсарафа куллухум иля буютихим. Және де дәріс біткен соң кетті куллухум, олардың барлығы иля буютихим, өздерінің үйлеріне. Түсінікті болды деп ойлаймын. Өте қарапайым, әдемі түсіндірілген. Алла баршаңызға жеңілдік берсін. Көбірек оқыңыздар, көбірек қайталаңыздар, иншалла. Сұрақтарыңыз болса сұраңыздар. Ва ахиру дағуана алхамдулиллахи раббил аламин.